Енді өйстесіздер ғой. Негізі шынымды айтсам, осыдан 2 жыл бұрын өздеріңіз білесіздер, дәл осындай хайуандарды көрмей қалып, неге десеңіздер, алданып қалғанды мен айтқан жоқпын еш жерде. Ломбардтың машинасы болып шықты. Содан кейін бір айдан кейін просто так машинаны менен алып кете салды. Миллион тұрады, 20 миллионды просто я потерял. Неге десеңіздер, ол 2 жыл бұны екінші хайландырым. Ол машинаның объем 3,5. Алдыңғысы ол европеец болды менде. И, короче, өзіме де понятно болып тұр, то, что мен рекламадан, гифтан, ондай үлкен ақша оборот жасай алмайтын понятно болды. И сол кезде маған Азат келді. Азат мобилографым ғой менің. Менен жұмыстан шығып кеткеніне бір 2-3 ай уақыт болды. 2 айдан кейін маған обратно келіп тұр. Азат айтады, реклама сатып алайын деп едім, реклама жасап бересің бе деп. Конечно, жасап берем ғой, келді. Менен реклама сатып алды. О, какие люди! Алейкум ассалам, жайлап шүкір. Азат келіп қалды, короче, үйге қонаққа. И сосын маған оны реклама жасағаннан кейін өзіме қызық болып кетті. Потому что мен көріп тұрмын да, мен білем, то, что бір нәрсеге сенуге болады, ал бір нәрсеге сенуге болмайтынын да білем да өзім. 90 демей ақ қойын, 99% сенімді болдым. Сразу алдым, Азатқа айттым, резко мені үйрет, мен бұл нәрседен жақсы нәрсені көріп тұрмын, и осы нәрседен мен өмірімді өзгерте алатынымды да өзіме ахон, вот ты сможешь осы нәрсені до конца алып бара аласың деп мақсат қойдым. Өйткені адам өзі біліп тұрады ғой, көріп тұрады. Міне осы нәрсе арқылы мен байып аламын деген сияқты сенім керек адамға біріншіден. Дәл осындай хайуандарды Дилокқа бергенде де Дилок ол машинаны көп айдамады. Неге десеңіздер, енді ол кезде Дилок 2 қабат болып машина айдау опасно, өздеріңіз білесіздер. И оған мындай үлкен емес спортивный машина ұнайтын. Дилокта мен сияқты шашковать еткен жақсы көреді, и поэтому кеше Дилокқа BMW алып бердім. Потому что сондай адреналин арқылы Дилок екеуміз кәдімгідей энергия аламыз. Мен даже бұрын Мерседесті қатты айдаған кезде Дилокты всегда жаныма алып қатты айдайтынмын ғой, екеуміз сол арқылы энергия алатынбыз. Именно онлайн обменный пунктты до конца кәдімгі үйренгенше толықтай меңгеріп алдым, өйткені маған қатты керек нәрсе да, ол мен білем. Азатқа айттым, до конца үйрет. Күнде үйде Азат біздің үйде жүреді, постоянно шықпайды, мен сұрай берем, одан мынау қалай, анау қалай. Онлайн обменный пунктты толық меңгеріп алғаннан кейін, енді өздеріңіз ойланып қараңыздаршы, біздің ана кездегі мықты тұлғаларымыз оқы және оқы деп айтып кеткен сөзді ол жайдан жай айтқан жоқ. Сен білім арқылы құдық қазаласында, инемен құдық қазған бірдей дейді ғой, білім деген. Білім арқылы сен вообще жолыңды аша аласың да, түсініп тұрсың ба? Мен қалай айтсам болады? Сіздерге пример, мен ол білімді Азаттан толық меңгергеннен кейін мен қандай жетістікке жетіп жатырмын, өздерің ойланып қараңдар. Енді кешегі менің жетіп отырған жетістіктерімнің, сатып алып отырған дүниялардың бәрі, білесіңдер ма ненің арқасында? Сол білімнің арқасында. Сол Азаттан мен барып, үйреніп, білімді алдым. Міне, болды, мен кеше айттым сіздерге, білсеңіздер, сториста жазғам. Тек қана Аллах бұйырса, Аллах қаласа, арманның орындалған ғана по очереди күтем, болды. Өйткені менің өзімнің сферам бар, мен алға қарай сүйреп кететін. Потому что мен білімін сүйрейді ғой мені алға. Сол білімді алғаннан кейін, мен просто сол білім артымен жүре берем, болды. Дальше арманым өзі орындалады. Сіздерге простой пример келдіріп бердім, ең оңай тілде түсіндірдім деп ойлаймын. Просто білім ешқашан еш жерде де артық етпеген. Қараңыздар, қандай нәрседен результат шығады, ол өзіңіз ізденген нәрседен результат шығады. Сізге келіп біреу ұсынса, ол сіз түсіне алмайсыз да, ол адам дұрыс информация алып келіп жатыр ма, алып келіп отырған жоқ па. Ал дәл осы жағдайда мен Азатқа өзім ізденіп барғанмын. Азатқа өзім ізденіп, сол нәрседен мен результат шығарып жатырмын. Манағы мен машинаны сатып алдым ғой, ол машинаны маған досым предлагать етіп келгенде, мен алданып қалдым просто. Түсіндіңіздер ма? Схема қандай? Өзің ізденуің керек. Өзің жүрегің қалайды да, өзің білесің қай жерде ақша бар екен. Сен білесің, сен. Каждыйыңыз, сіздер білесіздер. Сол себепті өздеріңіз до конца ізденіңіздер, қарамаңыздар. Это не значит сіздер боисыздар, тек қана қолдарыңызға күрек ұстап алып, бүйтіп қазылап. Әңгіме ода емес, сен қимылдамай-ақ ақша тауып аласың. Ми деген білесіздер ма қандай нәрсе? Мына ми арқылы адам қимылдамай-ақ миллионер адамдар бар. Өздеріңіздің кругтарыңызда бар шығар, кейбір бір туысқандарымыз болады ғой. Телефонмен шаруаларды решать етіп отырады, бірақ миллионер. Ал олар қалай? Өйткені бастарында білімдері бар да, умный.
сол умный болғасын олар біреулерді жұмсап өзі үйде отырып ақ табай береді да, түсініп тұрсыз ба? Өзі жасамайды, ол күректі ұстап алып бүйтіп жүрмейді. Оған легче басқалар арқылы жасату. Мен де сол нәрсені жасап жатырмын дегенге пример қараңыздар. Бір шындықты айтам қазір сендерге. Мен мына нәрсені қазір өзім оборотында ақшамды айналдырып жатырмын ғой. Оны мен айналдырып жатырған жоқпын. Оны Дидар айналдырып жатыр. Соның ішіндегі 2-3 күнде тапқан ақшаны зарплата қылып мен Дидарға аударамын, түсініп тұрсыздар ма? Дидар просто жұмыс жасайды, мен орныма переводтар жасап отырады, долларды алып сатып, ал мен вообще ештеңе істемеймін, сөздің шыны керек, білесіздер ма? И Дидар бір адам ғана емес, менде 10 адам бірдей 10 аккаунтпен жұмыс жасап отыр. Сол 10 адамның әрқайсысына мен просто ішіндегі 5-10% аламын да зарплата қылып, бір айлық зарплаталарын беремін. Көрдіңіздер ма? Миымен ақ просто қимылдамай жұмыс жасай беруге болады. Бір дәлел.